Осы дұғаны оқып жүргеннен кейін менде ақша үзілген емес. Жоғалтып алмас үшін сақтап ал. Әр күнін берекелі өту үшін осы дұғаны міндетті түрде оқып жүріңіз деп кеңес берер едім. Ол дұға: о Аллам, бүгінгі күнді жақсылықтармен, қуаныштармен, жақсы жаңалықтармен мені қуанта көрші, ризығымды арттыра көрші, табысымды арттыра көрші деп дұға етемін. Және де сен әл-уаққафсың, әр-раззақсың, әр-уәдудсың деп сенің атауыңмен дұға етемін. Осындай дұғаны сіз де күнделікті айтып жүретін болсаңыз, сізден де ақша берекелі болып, үнемі келіп, табысыңыз артып, және де ризығыңыз артатын болады. Шын жүректен айтқан кезіңізде міндетті түрде сізге берекелі түрде ақша келетін болады, кішкентай қуаныштар, сыйлықтар Аллахтың қалауымен сізге жеткізілетін болады. Мүмкін өзіңіз арқылы немесе басқа біреу арқылы жетсе де, ол Аллахтан деп біліңіз. Сіз де бұл дұғаны қолданып айтып жүріңіз күнделікті, және де сақтап алыңыз. Осы дұғаны оқып жүргеннен кейін менде ақша үзілген емес. Жоғалтып алмас үшін сақтап ал.